Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тарауымыз 5-ші тарау сәулет өнері, тілдік жүйе және норма. Сабағымыздың тақырыбы қазақ сәулет өнерінің дамуы. Сабақтың мақсаты лексикалық құрылымдарды қолданып, өз ойын дәлелдей отырып, аргументативті эссе жазу. Тыныс белгілерін орынды қолдану. Бағалау критерийлері. Логикалық негіздемелер мен мысалдарға сүйенеді. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жаза алады. Тыныс белгілерін орынды қолданады. Ал оқушылар, өнер деген не? Өнердің қандай түрлері бар? Өнер көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы. Өнердің мынандай түрлері бар: көркем әдебиет, музыка, мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет өнері. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы сәулет өнері туралы болмақ. Олай болса, назарларыңызды бейне фильмге аударайық. Сіз ойланып көрдіңіз бе? Әлемде қанша ғажайып ғимарат бар. Айналмалы зәулім үйлер, төңкерілген үйлер, жануарларға ұқсайтын құрылыстар, ескі ұшақтардан жасалған қонақ үйлер, текше үйлер, үйлер ұшатын табақтар, кітаптар, себеттер. Ал мына бір үйде ешкім қиратқан жоқ, ол басынан сондай. Сәулетшілердің қиялында шек жоқ. Алғашқы адамдарда өздерін суықтан, жаңбыр немесе қардан қорғайтын үйлер салуға талпынған. Біртіндеп құрылыс күрделене түсті. Адам табиғи материалдарды, тастарды, құм немесе ағашты тек қолдануды ғана үйренген жоқ. Кірпіш пен тақтатастарды өзі шығара бастады. Сәулетшіліктің дамуы алғашқы қалалардың пайда болуына ықпал етті. Өте ертеден келе жатқан көптеген ғимараттар бүгінде өзінің кереметтілігін жойған жоқ. Мысалы, Ұлы Мысыр пирамидалары. Тарихшылар күні бүгінге дейін шешімін таппаған даулы мәселелер. Бұл алып құрылыс қалай салынды? Шөл далаға тақтатастарды қалай жеткізді? Тонналаған құрылымдар жоғарыға қалай көтерілді? Және осы ең ғажайып сәулетшілік ескерткіші 1000 жыл бойы қалай тұр? Сәулетшілік дамуындағы қуатты серпін антикалық кездерде, біздің эрамызға дейін 8 ғасырда орын алды. Кейінде барлық сәулетшілік өкілдері белгілі бір дәрежеде антикалыққа бой ұра бастады. Тіпті оның ерекшеліктерін еліктеу үлгісі ретінде қолданды. Антикалық сәулет өнері бұл бағандары, доғалары бар құдайлардың мүсіндерімен немесе мифологиялық көріністермен безендірілген ірі монументті ғимарат. Қазір сәулет өнерінде мынандай стильдер бар. Романдық стиль 9 ғасырда Еуропада пайда болды. Соғыстан көз ашпайтын адамдар қамалдарға ұқсас мықты және берік ғимараттар салуға мәжбүр болды. Терезелері шағын, атыс ойығы тәрізді. Көптеген монастырлар, шіркеулер, қамалдар осы романдық стильде салынды. Готикалық стиль романдықтың орнына 12 ғасырда келді. Готика көбінесе храмдардың сәулетшілігінде бой көрсетеді. Оған доғалар, тар әрі биік мұнаралар тән, әртүрлі бөлшектері көп, түрлі түсті терезе, витраждар. Готикалық ғимараттың барлық элементтері жоғары бағытталған. 15 ғасыр қайта өрлеу сәулетшілігі. Бір жағынан ол антикалық дәстүрлерге қайта оралу, екінші жағынан жаңа техникалар мен құрылыс материалдарының пайда болуы. Бұған ғылымның дамуы да ықпал етті. Қайта өрлеу сәулетшілігі бұл бағандар, күмбездер, сызықтар дәлдігі мен түзулігі, көбінесе симметрия. Ары қарай оның дамуы жаңа барокко стиліне негіз болады. Салтанатты пішіндер, алып өлшемдер. Барокко бұл енді жалғыз құрылыс емес, қаптаған мүсіндері, гравюралары, алуан түрлі бөлшектері бар тұтас кешендер. Хай-тек стилінде Астанада бірегей ғимараттар тұрғызылды. Пирамида тәрізді салынған бейбітшілік және келісім сарайы,
Абу Даби Плаза кешені және 88 қабатты мұнарасы, аумағы футбол алаңындай болатын қонақ үй және қысқы бақ. Онда тіпті қыста да жылы және кез келген жыл мезгілінде жасыл желек арасында қыдыруға болады. Бәйтерек монументі Астанамыздың символы. 97 метрлік биіктікте шыныдан жасалған, диаметрі 22 метр алып шар орнатылған. Ол күн сәулесінің түсуіне қарай түсін өзгертіп тұрады. Астанамызда заманауи зәулім үйлер, субұрқақтар, көпірлер және дәстүрлі азиялық сәулет өзара үйлесім тапқан. Қала салушылар осы бір қайталанбас сәулет әуенін туғызды. Өйткені сәулет өнері бұл жай ғана үй салу емес, ол таста қатып қалған әуен. Жақсы оқушылар, олай болса, сіздерге экранда Астана қаласының зәулім ғимараттарының суреттері берілген. Осы суреттерден кейін сіздерге 3 сұрақ берілген. Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, ерекше сәулетімен көз тартатын қандай қалаларды білесіңдер? Екінші, Астана қаласының сәулеттік келбеті туралы не айтасыңдар? Оның басты символдарын атаңдар. Үшінші, ал осы соңғы үлгіде салынып жатқан ғимараттардың авторлары кімдер? Жалпы қазақ сәулет өнерінің деңгейі туралы ойыңды жеткіз. Келесі сіздерге тілдік бағдар бойынша сөйлем мен мәтіндегі тыныс белгілерін түсіндіріп өтейін. Яғни, тыныс белгілері дегеніміз тіл білімде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Тыныс белгілері жазба мәтінде айтайын деген ойды нақты, дәл, түсінікті етіп жеткізу үшін қолданылады. Бұл тыныс белгілерінің басты қасиеті. Тыныс белгілері жазба мәтіндегі сөз тіркесі мен сөйлемдерді оқығанда тілде байқалатын кідірісті де, дауысты аңғарылатын әркелкі құбылысты да білдіреді. Бұл тыныс белгілерінің қосымша қасиеті. Тыныс белгілері қойылу орнына қарай сөйлем ішінде келетін және сөйлем соңында келетін тыныс белгілері болып екіге бөлінеді. Сөйлем ішіндегі тыныс белгілері үтір, қос нүкте, сызықша, нүктелі үтір, жақша, тырнақша, үтірлі сызықша. Сөйлем соңында келетін тыныс белгілері нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі. Келесі сіздерге оқулықтағы 6-шы тапсырмамен жұмыс, яғни дәптермен жұмыс жасаймыз. Төмендегі мәтінді көшіріп жазып, тиісті тыныс белгісін қоясыздар. Оны не себепті қойғаныңызды түсіндіресіздер. Жазған мәтініңді дауыс ырғағымен сақтап оқып, ондағы тыныс белгілерін қандай қызмет атқарып тұрғанын айтасыздар. Келесі тапсырма. Төменде берілген ақпаратты оқып, жаңа қолданыстағы сөздерді анықтаңыздар. 8-ші тапсырма. Мәтінді оқып, құрылымы бойынша кесте түрінде күрделі жоспар жазасыздар. Әр бөлікке негізгі тірек сөздерді орналастырасыздар. Келесі 10-шы тапсырма. Мәтіндегі өзің қалаған бір сөйлемдегі тыныс белгілерінің түрлерін анықтап, қандай қызмет атқарып тұрғанын түсіндіріп жазыңыз. Келесі оқушылар, үйге тапсырма. Берілген тақырыпқа аргументативті эссе жазыңыздар. Егер қазақы нақыштағы ғимараттар көбірек бой түзесе, қазақ архитектурасы өркениет көшіне ілесе ала ма? Дескриптор. Тақырыпты жан-жақты ашады, кем дегенде 2 дәлел келтіреді, эссе құрылымын сақтайды, сауатты жүйелі жазалады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.